Сәлем достар, бүгін инновация KZ каналына кезекті инновациялық идеялар. Бүгінгі шығарылымда дәл қазіргі таңда 100 ресторан 90-ы не үшін жабылып жатыр деген сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Себебі қазіргі тамаққа қажетті азық-түлік пен оның дайындаудың рецептін қоса жіберетін Home Chef компаниясы пайда болды. Және оны Қазақстанда қалай бастап кетуге болатынын айтамыз. Сонымен достар, видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын каналға тіркеліңіз және лайк басыңыздар. Тағы оралайық, Home Chef компаниясы 57 миллион инвестиция тартқан. Бұл компания азық-түлік пен оның дайындаудың рецептін қоса жібереді екен. Қазір дайын тамақ, ресторан, кафеден жетсе, бірақ оның қандай азық-түліктен істелінген мысалы. Сондықтан да осы адамдар оған сенімсіздік тудырады. Дәл осы мәселені бұл компания шешіп отыр. Былай қарап отырсақ, тамақ нарығы өте үлкен, себебі осыған дейін 2 рет тамаққа байланысты бизнес идеяларды инновация KZ каналы талқылаған еді. Ақпарат мысалы, бұл компания көріп отырғандарыңыздай регистрация жасайсыздар. Қандай тамақ жейтіндеріңізді таңдайсыздар. Кейін сізге сол коробка таңдаған тамағыңызбен оның рецептін қосып салып жібереді екен. Сонымен қарапайым ғана процесс екен. Кейін сіз азық-түліктің сапасын өз көзіңізбен көресіз, бағана қандай азық-түлік жіберген қолыңызды ұстап көресіз. Өзіңіз турайсыз оны. Кейін күйеуіңіз екеуіңіз отырып, әйеліңіз екеуіңіз отырып, тамақ жейсіздер. Тастарыңыз дәмді болсын деген видеоны көрейік. Қалай устроен қарапайым ғой. I can remember the first time our box arrived. Oh, we got this big box and it's full of food. This is awesome. I think we both liked it a lot more than we were expecting to, honestly. Surprised because I've always gone to the grocery store and just grabbed a lot of things. Home Chef box. Oh, that's the right amount of oil. This is great. I really felt like we were being welcomed family and starting an experience. Having Home Chef is super convenient. Everything is all together in one bag. I know what it should look like at the end. I think one of the also just kept variety. The good things that we are comfortable with and used to, we wouldn't at the grocery store. They're definitely meals anybody love. They're really easy to prepare, and at the end, we always get something that we're super satisfied with. It really just gets out of your way and lets you cook, which is awesome. Visit homechef.com for. Менюді көрсек болады. Бір аптаға таңдайды ғой меню. Бір аптаға таңдайсыз тамақ. Жоқ, бір апта емес, күніне қанша уақытта пісірілетін бір альфредо салат 15 минутта дайын, 40 минутта болсын. Енді әр тамақтың өзінің ценасы бар енді. Даже бір аптаға таңдауға мүмкіншілік бар екен. Ценасын көрсек болады. $50 бастады, минимально $50. Основа 60 20-240 доставка бағана электрон еді. Дәл осыны достар, Яндекс компаниясы осы жылы Яндекс Шеф деген атпен Ресей аумағында шығарып отыр. Мына қараңыздар, бір көшіріп алған, коробкасын түсінеді. Кәдек как художник. Еуропада қандай идея шықты, жақсы идея. Яндекс компаниясы көшіреді. Google шықты, Яндекс деген поисковик шықты. Енді болашағы бар болғаннан кейін осындай үлкен компания осындай мықты идеяны көшіріп отыр достар. Сондықтан да баршамыз Қазақстанда әлі жоқ, пайдалануға болады достар. Қазақстанда пайдалануға болады. Сонымен достар, енді дәл осы бизнес идеяны Қазақстанда қалай бастап кетуге болады, сол сұраққа жауап берейік. Бірінші, біз Google-ден үй жағдайында тез көп желінетін тамақтың рецепт аламыз. Екінші, біз бір порция тамақ қанша азық-түлік кететінін толығынан біліп аламыз. Бір любой ресторан сайт береді ғой. Үшінші, лендинг сайт жасап, Инстаграмға таргет жасап, блогерлерге. Сол арқылы осы арқылы біз сұранысқа ие ме жоқ па біліп аламыз. Мінекей достар, $1 миллион бизнестің қалай бастап кетуге болатынын айтып отыр. Сонымен достар, бүгінгі шығарылым өз мәресі жетті. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Себебі келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.